Қымбатты жаңа дәуірдің бүлдіршіндері, білім әлеміне аттаған алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын. Сіздер жаңа дәуірдің Z ұрпақтарысыздар. Ұлтымыздың ұлы педагогы Мағжан Жұмабаев бабамыз ұрпақты келешек заманына сай тәрбиелеу керек дегендей, әлемдік додаға түсетін ұрпақ өкілдерісіздер. Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз. Ал қыз бала тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз. Сондықтан ұлтымыздың тұнып тұрған асыл құндылықтарын бойларыңызға сіңірген, табысты тұлға болып қалыптасуларыңызға тілектеспін. Құрметті ата-аналар, адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деген ұлы дана Әл-Фарабидің тағылымы баршамыздың бүгінгі оқу тәрбие үрдісінде басты темірқазығымызға айналсын. Бүлдіршіндеріміздің талабы 10, қадамы құтты болсын. Баршаңызды жаңа оқу жылымен және келе жатқан білім күнімен құттықтаймын. Ал қымбатты әріптестер, мұғалім мамандығы мамандықтың анасы, мамандықтың данасы. Сондықтан сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, талапты да, талантты, білімді де, зиялы шәкірттер тәрбиелеу жолында еңбектеріңіздің жемісті болуын тілеймін. Қайырлы күн, қымбатты бірінші сынып табалдырығын аттағалы отырған кішкентай бүлдіршіндер. Әлихан Бөкейханов атындағы Балқаш қаласының 15-ші мектеп лицейіне қош келдіңіздер. Алаш көсемі, ұлтымыз үшін орны бөлек, Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейден білім алу сіздер үшін үлкен қуаныш деп білеміз. Мектеп лицейіміз экологиялық мәдениетті дамыту, қалыптастыру бағытында жұмыс жасайды. Мектеп ауласында өскен әрбір жеміс ағашы, қарағайлар, білім алу жолында сіздерге үлкен мотивация береді деген сенімдеміз. Қымбатты оқушылар, мектеп лицейімізге виртуалды саяхатымызды бастайық. Мектеп табалдырығын аттағалы тұрған бүлдіршіндер, мектебімізге қош келдіңіздер. Еліміздегі пандемиялық ахуалға байланысты санитарлық талаптарды орындауға міндеттіміз. Яғни қолымыздағы масканы тағып, мектепке кірер алдында төсеніште тұрған антисептикалық төсенішке аяғымызды сүртеміз. Едендегі шартты белгілерді көріп тұрғандарыңыздай, сақтық ережелеріне байланысты шартты белгілермен белгіленген. Тепловизордың жанына келіп, қолымызды тепловизорге тигізіп, дыбысынан қорықпаймыз. Қолымызды залалсыздандырамыз. Қымбатты оқушылар, бұл мектебіміздің бірінші қабаттағы көшбасшылар залы. Әрбір оқушы көшбасшы болуға лайықты. Олай болса, біздің миссиямыз табысты оқушы, болашақ көшбасшы. Болашақта табысты оқушы болу үшін әрбір оқушыны сол жаңа нәтижеге бағыттайтын орталықтың бірі Ұлы дала мұрагерлер орталығы. Бұл орталық Ұлы дала мұрагерлер орталығы. Қымбатты оқушылар, бұл орталықта бос уақыттарыңызда демалып, және де сол демалған кезде кітап алып оқуларыңызға болады. Және де бұл орталықта құрметті азаматтармен, сонымен қатар ата-аналармен жоспарлы кездесулер де өтеді. Оқушының
ата-ананың жеке тұлға болып, мәдениет пен білімнің негіздері қаланатын және де соған қолдау көрсететін орталықтардың бірі болып табылады. Әлем өзгереді, біз де өзгереміз. Құрметті оқушылар, Z ұрпақтары, сіздер 4К моделі туралы естулеріңіз бар ма? Олай болса мұқият тыңдайық. Креативтілік, сыни тұрғыдан ойлау, ұжымдық жұмыс, қарым-қатынас дағдылары. Осы 4К моделін әрдайым есте сақтап жүріңіздер. Келесі, шаңырақ қауымдастығы. Бұл мектеп-лицейімізде ұзақ жылдар бойы жүйелі жұмыс жасап келеді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет негізінде құрылған бұл ұйым жоғары сынып оқушылары мен төменгі сынып оқушыларынан құралады. Құрметті оқушылар, мектеп табалдырығын аттағаннан кейін сіздер де осы ұйымның мүшесі боласыздар. Құрметті оқушылар, алтын үштік деп кімдерді айтатынымызды білесіздер ме? Олар ұстаз, ата-ана, оқушы. Өскелең ұрпақты тәрбиелеу білім беру орындарының бір бағытта жұмыс істеуінен басталады. Осы алтын үштіктің байланысын нығайту саналы ұрпақты тәрбиелеудің басты кепілі болмақ. Құрметті оқушылар, бойымызда ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, ұлт жандылық, ел жандылық қасиеттерді қалыптастыратын ұлттық орталыққа қош келдіңіздер. Ал енді оқушылар, мен сендерді ұлттық орталықтың ішімен таныстырайын. Мынау алтын адам, ал мынау күлтегін ескерткіштері. Ал мынау көріп тұрғандарыңыздай зәулім үй ұлттық ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық құндылығымызды дәріптейтін киіз үйіміз болып табылады. Енді киіз үйдің ішіне бірге кірейікші. Оқушылар, бұл киіз үйдің іші. Киіз үй жиһаздарын өздеріңізде естіп жүрген болатынсыздар. Ал енді сіздерге айта кетейін. Мынау жер үстел, орындықтар, ыдыстар, ал мынау текемет, жүк аяқ, мынау көрпешелер, жастықтар, сандық, бесік, ал мынау ағаш төсек. Сонымен қатар ұлттық аспабымыз домбыра ілініп тұр. Домбыра демекші балалар, мектеп-лицейімізде жүйелі қалыптасқан домбыра үйірмесі бар. Ертең сіздер де келгеннен кейін осы домбыра үйірмесіне қатысып, өздеріңіздің ұлттық құндылықтарыңызды одан әрі дәріптеулеріңізге әбден болады. Құрметті оқушылар, мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Ол не? Өте дұрыс айтасыңдар. Кітап. Оқушылар, біз сіздермен кітапханадамыз. Кітапхана мектеп-лицейіміздің 3-ші қабатында орналасқан. Бұл жерде кітапты оқудың ережелерін сақтай отырып, қызықты кітаптарды оқып, кітап әлеміне жол ашамыз. Оқушылар, осы жерде кітапқа деген қызығушылығымыз артады, оқу мәдениетін қалыптастырамыз. Сіздерге айта кететін жағдай, осындай кітап оқуға жайлы орындар тек қана кітапханада емес, мектеп-лицейіміздің барлық қабаттарында қарастырылған. Бастауыш сынып оқушыларына арналған оқу бөлмелері мектеп-лицейіміздің e-блогында орналасқан. Бұл оқу бөлмелерінде білім аламыз, сабақ оқимыз. Оқу бөлмесінде жұмысымызды бастамас бұрын төсенішке аяғымызды сүртіп, арнайы антисептикпен қолымызды залалсыздандырып аламыз. Балалар, бұл біздің оқу бөлмеміз. Оқу бөлмесінде сендерге арнайы санитарлық талаптарға сай белгілермен қойылған. Енді осы оқу бөлмелеріндегі партаға отырған кезде әр оқушы бір партаға отырады. Сынып бөлмесі сендерді білім алуға, достармен танысуға көмектеседі. Ал сендер бірінші сыныпқа қандай оқулықпен оқитындарын таныссыңдар ма? Олай болса, қазір бірінші сынып оқулықтарымен танысып көрейік. Сауат ашу, математика, дүниетану, жаратылыстану және ағылшын және орыс тілдерімен танысасыңдар. Бұл оқулықтар сендердің ойлауларына, зерттеу жұмыстарын жасауға, креативті ойлау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік ашады.
үзіліс уақытында біздің өзіміздің e-блогымызда арнайы су құрылғы орнатылған. Осы су құрылғыда бір реттік стаканды алып, су ішуге болады. Ол үшін бір реттік стаканды алып, суды құйып аламыз, содан кейін ішеміз. Ішіп болғаннан кейін арнайы қоқыс жәшігіне тастауымыз қажет. Я оқушылар, бұл мектеп лицейіміздің екінші ауласы. Қарап тұрғанымыздай, сақтық шараларына сай белгілер қойылған. Осы жерден ата-аналарымыз сендерді мектепке әкеліп, мұғалімдеріңе табыстайды. Белгіленген уақытта мектепке баланы әкеліп, алып кету ата-ананың міндеті. Бала біздің ортақ байлығымыз. Баланың денсаулығы бәрімізге ортақ. Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін барлығымыз білеміз. Сондықтан мектептің жоғарғы жағында спорт алаңы орналасқан. Бұл алаң оқушылардың ең сүйікті орны. Тұрақты шұғылданған оқушының денсаулығы мықты болмақ. Спорт жақсы оқуға, жемісті еңбек етуге деген ынта-жігерді арттырады. Қымбатты бірінші сынып табалдырығын аттағалы отырған оқушылар, мектеп лицейімізден білім ала отырып, сіздер Креативті, табанды, Дарынды, Өзіне сенімді, бәсекеге қабілетті оқушы болатындарыңа сенімдіміз. шуағын шашқан білім ордасы сіздерді асыға күтеді. Өскен жайқалып, бәйтерек алып, жапырақ жайған жас талым. Көз жетпес көлім, мұхиттар терең, бал бұлақтардан басталған. Баламын дарын, аламын тәлім, айбарлы асқар таулардан. Шуағын төгіп аспаннан, алдымнан күліп аштарман. Шуағым ол шапалып, соғады қол алыптарға тектілі. Құрметті аямайық ұстазды, аялайық алтын ұя мектебін. Алтын ұя мектебін. Тілегім қуат, түремін құлақ, айтылған әрбір кеңеске.